Баяғыда бір құлама бір кісіден сұрапты: бір шөлде адасып кетсеңіз, сол кезде келіп бір тостаған су сатпақ болғанға қанша берер едіңіз? Қанша қаласа да беруші едім. Сол су үшін байлығының жарысын сұраса ше, беруші едім. Сол суды қанғанша ішкен соң зәр сындыру керек болып, оған шаман келмей, жаның ауырып өлім халіне жетсең, сол кезде біреу келіп, қалаған байлығыңды берсең, бұл дерттен емдеп жазамын десе, не дер едің? Қалаған байлығыңды ризалықпен беруден басқа амалым болмас еді. Олай болса, аузымен ішіп, артынша зәрғіп сыртқа шығаратын бірер жұтым соғырлы бағасы жоқ байлығыңа сеніп, астамсып, масаттанатын, дүние мүлкіңді айтып, мақтанатын қандай жөнің бар? Тақсыр депті ғұлама.